Сіз өміріңізде магнитпен ойнап көрген болсаңыз, оның темір заттарды тартатынын, металл беттерге жабысып қалатынын немесе магниттердің өзара тартылып немесе тебілетінін байқаған боларсыз. Соларды жүзеге асыратын күштің барлығы магниттік өзара әсерлесудің белгісі. Магниттік өзара әсерлесуді зерттеуде магнитті ине деп аталатын ыңғайлы құрылғы қолданылады. Магнитті ине еркін айналуға мүмкіндік беретін тіреуге орнатылған кішкентай жеңіл магнит. Егер магнитті инені басқа магниттерден алшаққа қойсаңыз, біраздан соң ол оңтүстік-солтүстік бағытын көрсетіп тұрады. Бұл біздің ғаламшарымыздың да алып магнит екенін дәлелдейді. Сонымен қатар магнитті инені тоқпен қамтылған өткізгішке жақындатсаңыз, ол бағытын өзгертеді. Бұл электр тоғының да магнит өрісінің көзі болып табылатынын білдіреді.